Мемлекет басшысының дәрі-дәрмектерді алып сатарлық жағдайларын жою бойынша тапсырмасын орындау үшін еліміздің барлық өңірлерінде жұмыс топтары жұмыс жасауда. Олардың құрамына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері, адалдық алаңының жобалық кеңселерінің, арнайы мониторинг топтың мүшелері, сондай-ақ басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері кірді. Аталған жұмыс топтары әлеуметтік желілерге және сайттарға тапшы дәрілік заттарды сату және бағаны көтеру бойынша хабарламаларға қоғамдық мониторинг жүргізуде. Сондай-ақ дәрі-дәрмек сақтау және сату орындарына баруда. Халықпен кері байланыс орнату үшін WhatsApp нөмірі жұмыс жасауда. Оған азаматтар дәрілік заттардың бағасын көтеру бойынша фото және бейне материалдар жібере алады. Мәлім болған әрбір факт тексеріліп, бұзушылық анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылданатын болады. Осыған байланысты барлық азаматтарды белсенділік танытып, көрсетілген телефон нөмірі бойынша хабарласуды шақырамыз.